Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай керемет дәмді, ортасында шоколадымен және алмасы бар кекс дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне қоя кетіңіздер. Міне осындай жұмсақ, әп-әдемі кекс. Ең бірінші осындай ыдысқа 4 жұмыртқамызды жарып салып, үстіне өлшеп қойған шекерімізді саламыз. Және венчикпен жақсылап араластырып отырып, үстіне ерітілген сары майымды құямыз. Тағы да араластырамыз. Ендігі кезекте сүт құйдым. Араластырып отырып, енді осы сұйық массамызды былай қойып қоямыз да, құрғақ ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Онды өлшеп елекке салып, үстіне ванилин және қопсытқышты салып, қасықпен араластырамыз. Енді осы онды сұйық массамызға салып отырып, жақсылап венчикпен араластырамыз. 2 бөліп салып араластырдым. Екінші бөлігінде салдым, міне тағы да араластырдық. Түйіршік қалмағанша, осындай әдемі тесто шыққанша араластырамыз. Енді осындай кекстің ыдысына көп қатты құймаймыз, өйткені ортасына біз шоколад саламыз. Сондықтан шамалы ғана құйып, шоколадымызды салып шығамыз. Және үстіне қайтадан тестамызды құямыз. Осының барлығын құйып дайындап болған соң, пешке 200 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Шоколад қосылған кексіміз дайын болғанша, алманы осылай кубиктеп турап дайындап, тағы да екінші қалған бөлігін пісіріп аламыз. Тура жанағындай шамалы ғана кекстің ыдысына құйып, жаңа турап қойған, дайындап қойған алмаларды ортасына салып шығамыз. Және үстіне осы алмалардың бетін жауып, тестамызды құйып шығамыз. Тура біріншісіндей бұны да 200 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Міне біздің кекстарымыз дайын болды. Мен үстіне сахарный пудра себуді жөн көрдім. Сіздер сеппей-ақ жей берсеңіздер де өте дәмді болады. Міне өте дәмді, жұмсақ, екеуінің де шоколад қосылғаны да, алма қосылғаны да дәмдері өте ерекше дәмді болып шықты. Тура осылай жасап көріңіздер. Сіздерге видео рецепт ұнаған болса, поделицаны басып, WhatsApp желісіне таратып қоюларыңызды сұраймын. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.